Бізде жалбыз майын алу үшін бізде анфлерияж тәсілін қолданамыз. Бұл табақтағы қойдың майы және табиғи май. Бізде анфлерияж тәсілі қойдың майына жалбыз жапырақтарын қойып шығамыз. Бәрін тығыздап қойып шығамыз жалбыз жапырақтарын. Ендігі кезекте біз жалбыз майын анфлерияж тәсілімен аламыз. Бізде бірінші жалбыздарды алып тастаймыз. Бұл бізде қойдың майы. Бізде жалбыз бетінде тұрғаннан кейін қойдың майы жалбыздың иісін өзіне тартады. Біз қазір бұның бетін қырып, арнайы ыдысқа саламыз. Арнайы ыдысқа салып, спиртпен араластырамыз. Және бұны қайнатамыз. Сол кезде бізде еріп эфир майы пайда болады. Biz bu mayni anflерияж тәсілімен алып жатырмыз. Бізде арнайы ыдысқа қазір мынау майды құямыз.